Кадиллактың тарихына үңілсек, бәрі 1998 жыл басталыпты. GM концерні Ford Expedition базасында жасалған Lincoln навигаторға мықты қарсылас ұсынайын деген. Америкалық рэперлер мен гангсталарға Escalade ұнады. 4 жылдан кейін инженерлер қатесін түсініп, көлікті Tahoeның базасына отырғызды. Сол жылы сатылым 3 еселенген. Мен отырмын Кадиллакта, AirPods құлақта. Ойнап тұр ебатка, я в 20 бакка. Көздері банка, көзі парфанга. Езгетін таңға, дененді неден. Біздікі уид, езгінбейді, сөйлемейді. Шмеге тетіп білдірпейді, скриптонит мені танит. Күйпе тартавой, улиц астастан бәрі малдой. Қалтада ақшалар юан. Че там? Шетел болып көшіпсің ғой? Таза шетел ғой. Иә. Ойнама, бұл деген Американ мақтанышы ғой. Қандай мақтанышы тағы? Қарасайшы мына жапсырманы. Не дейді? Мақтанышпен жасалған деп тұр. Американың кез келген мықты тауарында осындай белгі болады. Базар жоқ. Шолып бірге жасаймыз ба? Кеттік. Ассалаумағалейкум баршаға, сіздермен бірге Олжас Оқас және Марк Диксон. Кеттік. Алтта 2 литрлі моторы, 6, 8 және 10 сатылы гидротрансформаторлы автоматпен жүктасады. Соның ішінде 8 сатылысы ең сенімді болып шықты. Апдейттерден жаңа түстер қосылды, фишкалар бар электронды. Артқы жақты монитордан көрсететін айна сияқты. Жоқ, қосып қойықшы, маған ұнады. Күшті? Бірақ маған ашкарик болғандықтан кәдімгі айна ұнайды. Сол үшін қоспай жүр ма? Білмеймін, маған енді бір мынандай вау эффектке күшті бір ойыншық сияқты. Адамдар таңғалдырасыз. Қасыңда артта роднойлар отса, қыздар отса, бұлайна шық. Тема, Күшті. Модель 2021 жылы жаңарады, жаңа буыны шығады, V8 қалады. Бастысы. Бірақ даунсайзинг үшін дизельді 3 литрлі турбо мотор қосылады. Естерінде ма, Chevrolet Corvette ZR1 деген моделі болатын. Escalade'ға сол Corvette'тің 600 күшті моторын орнатпақшы. Пушка. Сосын артқы жетекті қоясы ма машинаны? Сол кезде Escalade кәдімгі дрифтке арналған машина сияқты. Енді қара, бұның өзінің электронды бұғаттайтын дифференциалы бар деп. Сондықтан артқы жетекті болғанда былайынан лақтырады кәдімгі дейді. Мен стейін дедім, бірақ машинаға жаным ашиды және мұнаның иесі түсінбей қалады. Дұрыс болмайды ол. Оны қапшағайға шығып, асықпай, қыста енді мәссаған. Қыста 4 жетекпен де аңғылдатады бұл. Негізі, Жалпы Cadillac дегенде сенің иесіңе қай модель түседі бірінші? Эльдорадо шығар, анау баяғы ұзындығы 6 метр, бұлайнан тік кесілген. Элвис Преслидің машинасы ма? Андай розовый цветпен жүретін ұзын американстардың мініп алып, бұлайнаншы. Ал Қазақстанда керісінше қара дәу джиппен ғой ассоциация. Енді Escalade бізде негізінде Cadillac'тың визитная карточкасы болып қойған ғой. Сатылым бойынша Cadillac, Lexus, Toyota сияқты алпауыттармен жарыса алмаса да, Қазақстанда жылдан жылға қосып кел жатыр. Мысалы, Lexus LX 570-тің биыл 190 данасы, 200-ші крузактың 650 данасы сатылған. Сұмдық көрсеткіштер. Космос. Дегенмен, қазақтардың көз қарасы өзгеріп келе жатыр. Жалпы Cadillac компаниясына, соның ішінде Escalade'ге. Бұрында тек қана крузаққа мінетін ағашқылар қарына шығып кеткен. Енді автобуста ничего екен деп қарап қойды Escalade'ге. Енді қара мысалға, крузакпен LX-тан көз ашпай енді жүре беру мүмкін емес қой. Болмайды ғой. Енді адамға қызық керек, басқаны да көргісі келеді. Күнде бір мантыны жей берсең шаршайсың ғой. Күнде ет аса берсең де жалғасын. Сол сияқты ғой. Қараш, мені бәрі сыйлайды, өйткені мен қара джипте отырмын.
Өткіш бауырым, өткіш. Макарена, Алматы-арена. Машинаның салоны мен экстерьер моторын бірге жамырап айтпау үшін екіге бөліп тастасақ қайтеді. Мен салон туралы айтайын бұл жолы. Мен сыртына көшем. Иә, сырты мен мотор туралы айтып таста. Тарс. Аха. Давай. Алдарыңызда Cadillac Escalade'тің 4-ші буынның рестайлингісі. Сіз ескі және жаңа машинаны ажыратамайсыз. Себебі америкалық дизайнерлер түрін күрт өзгертпеген. Онысы жақсы. Дизайны танымал, барлығы білет. Ал менің ойымша, бұл машинаның алды Vertu телефон сияқты. Вертикалды түрде жасалған. Оптиканың линзалары тура сол телефонның батырмалары сияқты орналасқан. Escalade XXL ұғымына тура сәйкес келеді. Дөңгелек базасы 3 метр болса, машинаның жалпы ұзындығы 5 метр. Бұл әлі лонг версия емес. Жүксалғыштың батырмасын үйреншікті жерден іздеудің қажет жоқ. Ол мына тұтқаның артында жасырылған. 3-ші және 2-ші қатар орындықтарын жатқызғанда жүксалғыш көлемі 1,5 литрден асады. Машинаны айнала жүріп, орындықтарды жатқызудың қажет жоқ. Мына бір батырманы басамыз, 2-ші қатар құлайды. Мыналар тұсап тұрсақ, 3-ші қатар құлайды. Дәл сөйтіп тұрғыза саламыз. Опа. Міне рахат. Ойыншық сияқты басып тұра берсең де болады. Хэтчбектер кроссоверге, кроссоверлер жол талғамайтын көлікке, ал жол талғамайтын көліктер танкіге айналып бар жатқан заман. Escalade'ке отырғанда америкалық кеңдікті сезесін. Көлікті пуш-старттан оталдырған кезде жүргізушінің алдындағы монитор жарқ-жұрқ етіп сәлем береді. Графикасы өте әдемі, ал ортадағы монитор көңілімнен шықпады. Екеуі әртүрлі галактикада жасалғандай. Сұйық кристалды монитор не көрсететінін тамашалаңыздар. Ортаңғы тұста жылдамдық, түсінікті әрине. Дауысы қандай әдемі V8-дің. V8 деген жазуды көріп тұрсыздар ғой. Ол V4 болады кейде. Яғни Cadillac-тың моторы керек кезде 4 цилиндрін өшіріп тастай алады. Жарайды, мониторға оралайық. Солға жылжытқанда пайдалы ақпараттарды шығаруға болады. Монитор май қысымында көрсетеді. Бұл өте пайдалы ақпарат. Және оффроудта қорабыңыз қызып кетпесін десеңіз, трансмиссияның май температурасын қарап отыруға болады. Радиостанция мен тректі ауыстыру, әуеннің дыбысын шығарып азайту, яғни мультимедиамен байланысты батырмалар мультирульдің оң жақ шетінде орналасқан. Сол жақта дауыс ассистенті, қашықтықты сақтау, круиз контроль, телефонға жауап беру және рөлді жылыту функциясына жауапты түйме қойылыпты. Жарыққа жауап беретін шайба қарапайым, Volkswagen-дік сияқты, ал оның қасында тұрған мына тетік қасиетті. Қазір автода тұр, машинаны артқы жетекті қылам десеңіз, солға бір рет тарту керек. Үнемі толық жетекпен жүрем десеңіз, ортаға қоямыз, ал оң жақ шетте low, яғни төмендетілген толық жетек белгіленді. Бәрі түсінікті, интуитивті, бірақ графикасы онша емес. Алайда мына нәрсені түсіну керекпіз ғой. Escalade'тің 4-ші буындағы 2-ші рестайлинг 17-ші жылы шықты, яғни мультимедиасы одан да ерте жасалған болуы мүмкін. Мәселен, 2015 жылы. Ішкі қаптауында орын көп, қараңыздаршы, ұсақ түйек заттарға. Әмиянды мұнда орналастыруға болады. Мына жаққа лақтыра саласың. Және 1 литрлік сусынымыз спокойно секпетті. Америкалықтар ұсақ түйек заттарға мән бермейді. Рөлдің тігісі қалай болса солай. Кілтсіз есік ашу жүйесі орнатылған. Мына бір сызықтар түнде жанады. Кеттік, капотын ашайық енді. Алдарыңызда Escalade'ке 1,5 миллион жылдан бері орнатылып келе жатқан әйгілі америкалық V8. Оның бойында 425 аттың күші бар және 625 момент береді. Бұл жерде барлығы дәстүрлі. Ешқандай компрессор, ешқандай турбина орнатылмайды. 0-ден 100-ге дейін динамикасы 6,2 секунд. Бірақ ол паспорт бойынша. По факту 6,7. Но это все равно быстрее, чем Lexus LX 570. Деп орысша айтып кетсең. Ірі жол талғамайтын көлік сатып алғанда, 2-ші қатарда капитандық орындықтар емес, тұтас диван орнатуға кеңес берем. Отбасы мүшелері көп болса, машинаға 7 емес 8 адам сыйып кетеді. 3-ші қатарда отырып көрдім, ересек адамның аяғына орын аздау, бірақ балалар үшін тамаша.
Көліктің санын келтіретін ол дисктері. Базада 20, платинум комплектациясына 22. Escalade'тің жолсызда потенциалы мықты. Оның конструкциясы рамалы және өзі электронды бұғатталатын дифференциалы бар. Алайда арабтардан басқа оффроудта Escalade'ті ешкім мінбейді. Қазақтар тем более. Бізге тойға жетсек болды. Тараз шаһардан Шымкент шаһарға. Келін болып кеттің қалай лайла, бастаным мәнім, басқаны жаным, шын бақытты еттің қалай лайла. Toyota Land Cruiser 200 39 миллион 400 тұрады. Максимальная комплектация. Lexus ше. Lexus'те 54 миллион 400. Баға диапазонында Escalade әдемі тұр. Бұның лакшери комплектациясы 36 миллион 500-ден басталады. Так. Орташасы 45 миллион тура. Ал біздік сияқты максималка 47-те 5. Яғни Lexus'тың топ нұсқасындағы бағаға жетпейді. 200-ден арзандау екен. Уже жақсы, да? Сен азырақ ақшаға максимум тон сатып аласың. 2019 жылы General Motors'тың талап шарттарына сай келетін автосалон Алматыда ашылды. Мен де айтулы оқиғаның куәгері болғам. Клиенттерін жоғары бағалайтын Cadillac ел аумағында жұмыс істейтін сервис ұйымдастырды. Orbis Қазақстан компаниялар тобына кіретін автосалондар мен дилерлік орталықтарда гарантиялық қызмет көрсетіледі. Премиалды брендтер арасында 0%бен бөліп төлеу системасын бірінші оп енгізген Cadillac. Машинаны онлайн сатып алсаңыз, компания көлікті есік алдына тегін әкеп береді. Енді мұқият тыңдаңыздар. Escalade'тің бағасы 4 миллион теңгеге дейін арзандады. Олжас Оқастың видеосын көріп, дәу Cadillac сатып алуға келдім десеңіздер, менеджер жынды сыйлық береді. Түнден сұмдық бәрі қарайды ғой, өйткені оптикасы çok güzel. Алды тігінен, арты Ларгустық сияқты дейсің, е? Ларгустық емес, былай айтайық. Артында жарық шамдары мынандай бір түп-түзі орналасқан Қызыл болып жаңа. қылыш сияқты бүйтіп. Анау джедайдың Тура сондай ғой. жүріс жағынан сезімдерің қандай болып отыр? Крузактан кейін Крузакты сен айдағасың? 200-ге шолу жасадым ғой. Крузактан кейін Escalade спорткар сияқты жылдам. Тише. Және дыбыс жазу студиясы сияқты тыныш, әйнектері екіленген. Айтпақшы, маған сол ұнады. Екі терезені орнатып, двойной остекление дейді ғой. Сондықтан дыбыс изоляциясы өте жоғары. Бірақ тежеуіштері крузактікі сияқты көт. Енді ол әрбір машинаның 2,5 тонналық джиптердің енді ауруы шығар. Lexus LX 570-тің салығын мұнанкімен салыстырсақ. Арасы 3,000 теңге. 5,7 мен 6,2-ның салығы, сонда арасында 3,000 теңге. Бірақ қорқынышты. Соманы айтайын ба? Қанша? 570-тікі 535 теңге, 6,2-ге 538 төлейсің. Жыл сайын жүрсең де жүрмесең де. Escalade алатындарға бірақ бұл плюс. Lexus алдың не, Escalade алдың не, бәрібір 530 төлеп тұр екенсің ғой. 3,000 теңгеге енді арызы берісі не ол? Сол ғой. Марк, сен жарысқа жақын автоэкспертсің ғой. Сенің әсерің қызық еді маған. Камера арқылы жеткізсең көрермендерге. Былайша айтқанда қазір рульді маған бермекшісің ғой. Ауысамыз ба орнымызбен? Тоқташы неқа. Окей. Жай, родной, жай. Так, мынаумен. Ауф! Жылқы шабандозды бірден таныды ғой, братан. Оңға кеттік. Тоқтайды, түрі жоқ сияқты ғой. Одан кейін қорқып қалдың басыға. Дауысы текті, ағырып тұр. Арыстандар сияқты. Енді Atmo V8 және көлемі бар да. Енді дауыс бұда енді кайф негізі. Басқан сайын кайф. Аттың күші болғаны негізі ол кайф қана емес. Және ол безопасность деген қалай еді? Қауіпсіздік қой? Қауіпсіздік. Мысалы, сіз өз қатарыңызда кетіп бара жатсыз. Обгон жасау үшін қарсы бетке шығып, және қайттан өзіңіздің қатарыңызға кіру керексіз. Егер сізде мұндай бір
күш жетпесе, қарқын болмаса, тартпайтын машина болса, қорқа әрең шығасың. сіз бір ұзақ уақыт жүресіз қарсы бетте. Дөңгелектердің арасында 3 метр болғандықтан өте жұмсақ жүреді. Бұл машина жүрмейді, жүзеді. Корабльдер тек жүзеді. Енді сұйық отын тұтынуы туралы айтайыншы, братан. Үздік көрсеткішім 12-де 4 қара. Жасылмен көрсетіп тұр. Ең жақсысы, иә сол? Иә, орташа 14-те 5. Сен Алматының ішінде жүрдің ба? Алматының ішінде мен жай жүремін, асықпай. Үш оған күйде, бәріміз бір бейде. Қазақ даласында баяғыда құландар өріп жүретін. Ал Американың төл жылқысының дауысын естігесің бе? Мынандай болады. Таза америкалық кинодағыдай кетіп қой, ә? Көліктің минустарын айтайық енді. Айтсақ айтайық. Маған бірінші көзіме түскен мына бір сыпыртқыш. Дизайнерлердің ойынша енді ол жасырын болу керек, бірақ соның салдарынан мына жер сырлады өте қатты. Тіреуші дұрыс орнатылмаған, астында резинке болу керек еді, минимум. Сосын мынан орындалуын қарашы, өйстіп салбырап тұра ма? Әдемі көрінбейді ғой бұл. Әрине. Жабайық та, ана ішіндегі косягын көрсетейікші жаңағы. Бағана есікті ашқанда мына бір кабельдің резинкісі түбі салбырап тұрған. Бұны мен өзім бетіп орнына қойып, қатайтып қойдым. Әйтпесе көрсетуге болатын еді. Байқағаным, жүріс кезінде арттан бір шум бар да. Ол не десем, мына бәле даңғырлайды екен жүрген кезде. Сен салонда бәрі сенсорлы болған ұнатасың ба? Жоқ, негізі ол маған бір үйреншікті жағдай емес. Мынаның өзі бұлай бүйту керек. Кетіп қалған ба? Кетіп қалған, айта алмайым. Енді қалай жабылатын еді? Лазар Джексон. Бірақ жақсы нәрсеге тез үйренеді екенсің. Дауысын шығару функциясы ше? Керемет енді. Свайп, саусақпен. Свайпылдатасың. Рөлде отқанда маған ұнамағаны селектор және оның жұмыс істеу принципі. Драйвқа салайын десең, L-ға түсіп кетеді. Маған керегі D. Енді қара, салон сырт көзге әдемі көрінеді, иә? Ағаш лакпен қапталған, мына жақта да бәрі жылтырап тұр. Бірақ мына батырманың конструкциялық орындалуы нашар сияқты, өйткені шеттері сырылып қалған. Бұны ешкім әдейлеп сырған жоқ. Өзі ашылып жабылғаннан сырлады. Уақыт өте келе сырлатқан. Мынада суытылатын боксы бар. Мынандай. Өте ыңғайлы. Қанша? Бір 4 бөтелке, 5 бөтелке сия ма? 0,5-тің 5-еуі сиіп тұр ғой. Орын өте көп. Мына жерге Алиэкспресстен мынаның орнына қосымша сөре сатып алсаң болады. Оны қойған кезде мындай әдемі отсектер болады да. Телефонға бөлек, сағызға, шоколадқа деген сияқты. Құжаттарға немесе. Құжаттарға. Айтпақшы мынаған тіпті A4-те сияды ғой деймін, қағазшы. Енді қарасақ, қолыңды қой. Тағы да 2 қол сияды, иә? Және бір аяқ. Марк, біздің машина жаңа болғанымен модельдің өзі ескі. Мына бас тіреуіштердегі мониторларды байқадың ба? Және ортада біреу бар, шатырда орнатылған. Осыны біреу қолдана ма жалпы? Мен ойымша 2020 жылы олардың дым пайдасы жоқ. Себебі әркімнің өзінің қолында смартфоны бар. Оған қоса бір жерде наушниктарда жатқан шығар. Кезінде америкалықтар жақсы көрген ондайды. Бірақ қазір диджитал заманы. Америкалықтардың дұрыс шешімдері туралы айта кеткен жөн. Маған ең ұнағаны, бойың қысқа болса, педальды өзің бойыңа реттеп аласың. Мына 2 кнопка арқылы. Маған ұнағаны орындықтың арқа және көтен жылытқышы бір-бірінен бөлек қосылады. Яғни арқаны жылытпай-ақ тек қана орындықтың астын қосуға болады. Немесе екеуін бірге қосуға болады. Екеуін бірге, немесе тек қана арқаны. Рөлде отқанда проекциясы бар. Проекцияны мен бірінші рет көріп тұрмын. Бұлайнан өшіріп тастауға болады. Немесе оның яркістін өзгертуге болады кнопка арқылы. Ай, да, корабль. Действительно. Сенде күш бар екенін білесің де, сондықтан ешкіммен жарысуға желаниең болмайды. Жібер аттың басын. Жігіттер, осымен тәмам.
Видео ұнаған болса лайк басып, арнаға жазылыңыздар. Чаттарда таратуды ұмытпайық. Сіздермен бірге болған мен Олжас Оқас және Марк Диксон. Келесіде көріскенше. Мен отырмын Кадиллакта, как дела-то, AirPods құлақта. Ойнап тұр ебать, я в 20 бакка, көздері банка, көзі парфанга, езгидің таңға, дененің ден. Біздікі weed.